Қайырлы күн құрметті достар, сіздерге осы бұқаны семіртіп сатқанға дейінгі қанша жем жеді, қалай жеді барлығын айтатын боламын. Мынау жаздағы түрі 1,5 жасар бұқа, жаздағы шілде айында жүрген кезі. Қазір енді мына жердегі октябрь айында, сентябрь-октябрь айда жүргендегі жағдайы. Мен бұны октябрьдің 20-сына таман бордаққа қойдым, жем жеп. Құрметті достар, сіздерге тағы да бір ұсынатын өнім қазақстандық өнім бентабак, яғни малды семіртуге бордақлағанға қоспа витаминдер. Анау-мынау гормондар жоқ, барлығы табиғи минералды заттар. Бұл жем мен шөпте бүкіл витамин болуы мүмкін емес. Яғни осындай қоспалардың витаминдерін беру арқылы малды тез семіртуге болады. Күнінде мөлшері 5 килограммдай жем жеп жатыр. Мінекей мына кезінде жемді жеп, жем сіңіп жатқан кезі еді. Күннен күнге жемді көтере бердім. Кейінгі уақытта бұл бұқа бір уақытқа 3 килограмм жем жейтін болды. 1,5 килограмм арпа, 1,5 килограмм бидай. Күніне 6 килограммдай жем жеп, яғни 2 айдай сондай 6 килограммдай жем жеді. Және де жоңышқа, 2 уақыт жоңышқа, шөптен кейін, жемнен кейін жоңышқа жеп отырды. Міне мынау мен қораға кіргізген кездегі жағдайы. Өте жақсы ет алып жатқан кез, аппетит, өте жақсы шөпті де, жемді де опырып жатқан кез. Тағы да менің екінші қателігім бар жіберген бұл жерде. Мен алдында бұны 1,5 ай бұрын жіппен, яғни мүйізден байлап қойған едім. Ал енді эксперт, яғни осы саланың мамандарынан сұрағанымда, мүйізден емес, мойыннан байлау керек екен. Мойыннан байласаң өседі, мүйізден байласаң өспей қалады екен. Сондай жағдайы бар. Орыңа! Кіріп барады. Таяқ қайда, таяқ. Ішіне кіріп, стол қорабаш, ішіне кіріп. Тарт қал. Міне, аппақ май. Міне жігіттер сойысып жатыр. Келмес айда. Шын, көрсін. Мінекей достар, бұл бұқаны 2 ай 20 күндей қолға ұстап, бордақылап, жемдеп, байлап сойдым. Клиенттер алдын ала тауып кісілерді. Содан бұл бұқа осындай уақыттың ішінде мөлшері енді күндік есептеген кезде бір ашадан шөп жеді жоңышқа, таңертең бір аша, кешке бір аша, мөлшері бір 3-4 рулон жоңышқа жеді ғой деймін. 1 рулон 10.000 теңгеден, 12.000 теңгеден келген болатын. Бұны нақты есептемедім мен. Негізі есептеуім керек еді. Атпен бірге жеп отырды. Ал енді жемге келетін болсақ, күніне 3 килограмм арпа, 3 килограмм бидай жеді. Бұл дегеніміз, яғни мен 2 ай 20 күн дегеніміз 80 күн. 80 күнде 240 килограмм арпа тартылған, 240 килограмм
бидай жеді. Яғни осыларды жей келе нарық бағасымен есептегенде 19 бен 21 мыңның арасында, 20 мыңның арасында, 18-20 мыңның арасында арпаның ақшасы болды. 21, 22, 20-ның арасында бидайдың ақшасы болды. Сонда былай орташа есеппен есептегенде 40 мың теңгенің жемін жеді. 40 мың теңгенің жемін, 30 мың теңгенің шөбін жеді. Сонда 70 мың теңге расход кетті. Былайша есептеп алғанда. Мен енді бұның былай жеке-жеке есептемедім. Бірақ бүкіл сиырға 3 тонна жем, яғни 150 рулон шөп түсірдім. Соның ішінде кеткен әңгіме. Бұл жеке өзім есептеп шығарайын деген ойым еді сіздерге, яғни тәжірибе ретінде. Бұл бұқа менің байлап отырған бірінші рет байлап отырған бұқам. Бұны да бірінші рет тәжірибе ретінде жасап отырмын. Жаңағы жіберген қателіктерді қайталамай жақсылап ордақыласаңыздар көптеген салмақ береді. Осылай таңертең кешке су ішіп жүрді. Таңертең 10 литр су ішеді, кешке 10 литр су ішеді, күніне 20 литр су ішеді. Күніне суды тасып беріп отырдым. Енді қазір салмағына келетін болсақ. Қайырлы күн, құрметті қайырлы таң достар. Мен жаңа өзі монтаж жасап отырған едім. Сонымен тағы да камераға тікелей сөйлеп қойайын деген едім. Бүгін мені күн деген өте шуақты болып тұр. Ақпан айының қаншасы бүгін? Мынау менің жанымдағы мысық. Қаншасы еді бүгін? 8-і, 7-сі, 8-і бүгін. Ақпан айының 8-і. Монтаж жасап отырмын, сіздерге үлгермей. Көптеген видео бар әлі, бірақ монтажға уақыт келмей жатыр. Енді бұқан әңгімесін айтатын болсақ, бұл қара бұқа сойдым 80 күннен кейін. Осы жерге далаға шығарып тұрып сойдық таңертең. Бірақ асау болады екен. Жемде тұрған семірген мал өте асау келеді екен. Яғни секіріп ойнақтап өте қауіпті. Абайлау керек барынша. Содан бұл бұқа 185 килограмм берді. 185 килограмм ет берді. Яғни кішкене бір тағы да бір 10 күн тұрғанда, егер 90 күнге жеткен кезде 200-ге жетпесе де 195 килограммдай беріп қалатын еді деген ой бар. Және де менің қателіктерім бар. Далаға байлап қойдым, яғни салқын жерге, суық жерге. Егер бұндай қателіктер болмаған күнде 200 килограммға дейін ет беретін еді. Енді жарайды, қанағат, барға қанағат, шүкір етеміз. 185 килограммды мен жарты етін 2000 теңгеден бердім, жарты етін 2100 теңгеден бердім. Яғни наличка ақшаға 2000 теңгеден жарты етін бердім, яғни бөліп төлеуге 2100-ден жарты етін бердім. Сондықтан оның бағасын 2100-ден жасадым. Осылайша қалаға барып өткізіп, аға тәтелерге беріп, соғымдарын шүйгін болсын деп сойып желіктеп беріп, бәрін реттеп сойып чек қарын ашып ұш жүрді. Бәрін реттеп апарып бердім, риза болды ол кісілер. Бас сирағын бөлек саттым. Олай түрі барған терісі бар. Одан кейін сиырдың 40 қабаты бар. 40 қабаты да өте жақсылап тазаласаң 2000-3000-ға дейін сатасың. 1000 теңге мөлшерін нашар тазаласаң. Одан кейін бұқаның шыбығы бар. Шыбығының өзі 500 теңге ғой дейм. 500 теңге мет сондай болу керек. Сондай жағдайлар бар. Бұқаның терісі енді кішкене бір кесіліп кетіпті. Одан кейін 2 метрден аспай қалды. Егер 2 метрден асса өте жақсы бір құнды баға болатын еді. 3-4 мыңға баратын еді. Ол бір 1000 теңгенің айналасы болды. Жарайды дедік сонымен әйтеуір басы бар, сирағы бар, шыбығы бар, барлығы барып келген расходты, яғни бензинімді ақтап берді деп айтсам болады. Әйтеуір сол жағда бір плюс болды. Сонымен мен бұлайша есептеп келген кезде бұл бұқа маған 380 мың теңге шығарып берді. Ал бұл бұқаны менен күзде күні саудагерлер сұраған еді. Саудагерлер 250-ге дейін потолок баға берді. Күзде күні деп кіргізген кезде оның алдында 230-200 мыңға дейін жазда сондай баға болды. Жазда жаңа суретін көрдіңіздер ол видео. Сол кезде сондай бағаға берді. Мен бірақ бермедім. Мен бұны байлап өзім тәжірибеден өткізіп көрейін дедім. Мен енді осындай тәжірибе жасап өзіме бір жақсы кеңестер,
яғни тәжірибе өте жақсы тәжірибе болды. Сондықтан енді бұл өте бір пайдалы контент болсын деген ниетпен сіздерге ұсынып отырған жағдай. Достар, осындай мәселе қысқасы. Енді лайк басып, каналға тіркеліп, жазылып, пікірлеріңізді жазып, тарата отырыңыздар. Бұқа бордақыласам деген жолдастарыңыз, таныстарыңызға жіберіңіздер. Осындай жағдай бар, бұқа бордақылайтын болсаң деп. Және де айта кететін жағдай, мұндай бұқа бордақылап немесе жылқы оңай, бұқа қой бордақылайым десеңіз, не шөп өзіңізден, не шөп жем өзіңізден болу керек, не мал өзіңізден болу керек. Сол кезде көбірек маржасы қалады. Яғни пайда, ақшасы, таза пайда көбірек қалады. Ал енді екеуін де сатып алсаңыз, онда қиындау әңгіме. Егер де екеуін, шөпті де малды да сатып алатын болсаңыз, сіз онда 2 жасар, 2,5 жасар, яғни 3 жасардан жоғарғы қаратай бұқа бордақыласаңыз, сізге пайда болады. 2,5-3 жасардан жоғарғы қаратай бордақылаған бұқаның салмағы 300 килограммнан асып жығылады. Оны 2 мыңнан сатсаңыз 600 мың болып кетеді. Оны мысалға сіз 350 мыңнан сатып алсаңыз 700 мыңға дейін сатасыз. Ол таза нәрсе, клиент табылса болғаны. Солай достар, жақсы онда. Және де бір өтінішім сіздерге, неден алдыда келесі видеоларда 5 секундтық, 15 секундтық рекламалар өтеді. Соны пропустить кнопкасын баспай көрсеңіздер. Сол кезде маған кішкене тиын тебен түсіп отырады. Яғни кішкене біраз еңбекті ақтайды деп айтсақ болады. Сондықтан 15 секунд уақыттарыңызды бөліп, пропустить кнопкасын баспай рекламаны көрсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Баршаңызға рахмет, баршаңызға сәттілік тілеймін. Жақсы.